Қазақстан Халқы Ассамблеясы 1995 жылы 1 наурызда құрылған. Ассамблея жұмысының арқасында біздің елімізде этносаралық және конфессияаралық келісімнің бірегей моделі әрбір азамат этникалық және діни ерекшеліктеріне қарамастан Конституцияда кепілдік беретін азаматтық құқықтар мен бостандықтарын толық пайдалана алатындай ерекше сенім, ынтымақ, өзара түсіністік ахуалы қалыптасты. Республикада Қазақстанның барлық этносаралық мәдениетін, тілін, дәстүрін дамыту үшін қажетті жағдайдың бәрі жасалған. Ассамблея қызметі Қазақстанның этносаралық қатынастар мәселелерін тиімді шешетін ел ретінде халықаралық беделін арттыруға ықпал етеді. Биыл ұлтаралық татулық пен қатынасты, біртұтас қоғам құру мен түсіністікті басты шарт еткен ассамблеяға 30 жыл. Әрқашанда бірлік пен татулықты сақтауға, алауыздыққа жол бермеуге шақырған қазақ елі бақыт қайда барасың, ынтымаққа барамын деген әйгілі сөзін қалдырған. Бір халық, бір ел, бір тағдыр атты ұсыныстық әдебиеттер тізімі еліміздегі барлық этносаралық өкілдерін ортақ мақсатқа ұйымдастыра отырып, республикадағы тұрақтылықты сақтау мен ел дамуының мақсатына айтулы үлес қосып келе жатқан бірегей институт. Бұл ұсыныстық әдебиеттер тізімінде түрлі баспа беттеріне жарияланған ассамблея қызметіне байланысты мақалалардың тізімі енгізілген. Ұсыныстық әдебиеттер тізімі этносаралық және конфессияаралық қатынастар саласындағы зерттеулерге қызығушылық танытатын оқырмандарға, кітап қызметкерлеріне, мұғалімдер мен білімгерлерге, көпшілік оқырмандар қауымға кең ауқымда бағытталып, көмекші құрал ретінде ұсынылып отыр.